Адам жаспен емес, жауапкершілікпен өседі. Адамдар барда, мысалы, жасы 16-та болса да, кәдімгідей үлкен жауапкершілік алатқан. Из-за этого олардың табыстары да соответствующий көп. Ал адамдар бар, 30-да болса да өзіне жауапкершілік әлі алмаған. Өзіне, отбасына жауапкершілік алмағандар бар ше. Вот сондықтан да ғой, олардың табыстары да өспей жатады. Мен де тренингқа жастар көп келеді, 80% жастар келеді. Мен қуанамын, уже олар кәдімгі жауапкершілік алғысы келеді, рисковать етіп, тәуекел еткісі келеді. Кәдімгі өмірден жақсы нәрсе алғысы келеді, көп табыс тапқысы келеді да. Ал ол үшін мен всегда айтамын, жауапкершілік алыңдар деп. Ең бірінші өзіңе жауапкершілік аласың, бәрі өзімнен дейсің да. Сол кезде сен 500 мыңнан көп табыс тауып бастайсың. Ал когда сен жауапкершілікті уже алып бастасаң, жақындарыңа уже сен кемі 5 миллион теңге тауып бастайсың. Сондықтан да жауапкершілікті жайлап алуға болады, жайлап жауапкершілікті кеңейту керек та. Мен ең бірінші кішкентай қарындасыма төлеймін дедім оқуына, сөйтіп жүріп кредиттерді алдым үйдегі. Одан кейін барып үйдің бүкіл расходтарын алдым. Сөйтіп жауапкершілікті үлкейттім да. Қазір әулеттің алдында жауапкершілік. Одан кейін барып